Сәлем достар, түсіңізде күйеуіңіз тастап кетсе, немесе ара қатынастарыңыз нашар болса, мұсылманша түс жоруда қалай жорылады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк, комментария қалдырыңыздар. Түсіңізде өмірлік серігіңіз тастап кетсе, онда шынайы өмірде аса маңызды істе қиындықтар туындайды. Ал жұбайыңыз басқа біреуді сүйіп қалған болса, онда қарым-қатынастарыңызда дереу бір нәрсені өзгерту керек болады. Түсіңізде күйеуіңіз үйленіп жатса, ол күйеуіңізге ұнамаса, шынайы өмірде күйеуіңіз сізді қатты жақсы көреді деген сөз. Дарыңыз бұрынғы сүйіктісіне кетіп қалған болса, онда шынайы өмірде адалдығына күмән келтірмеңіз. Түсіңізде сүйіктіңіз сізді тастап басқа біреуге үйленген болса, онда өзіңіз де орынсыз қызғаныштың құрбанына айналасыз. Сондай-ақ күйеуіңіз сізді тастап кеткенде оның көңіл күйі қандай болғанына ерекше мән беріңіз. Көңілді болса, алда жаңа мүмкіндіктер пайда болады. Кір, қырынбаған болса, шынайы өмірде сізге көңілі толмай жүр. Әдемі киініп алған болса, көп ұзамай табысқа кенелесіз. Ал егер жұбайыңыз басқа біреуді сүйіп қалған болса, онда қарым-қатынастарыңызды дереу бір нәрсені өзгерту керек. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса, лайк, комментария қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.